әркім өзінің арманына өзі қиянат жасап қоятын сияқты да бұл өмірде. Сен бір суретші болуды армандайсың мысалы. Кейін өмірің күрт өзгереді, оқу бітіресің, жұмысқа тұрасың дегенде. Сосын бір күні қарасаң, 30-ға келдің, 40-қа келдің, 50-ге келдің, өмірің өтті кетті. Ал сол кішкентай балалық шағыңдағы сенің оқушы кезіңдегі арманың қайда қалды сонда? Суретші болам деген арманың қайда кетті сенің? Деп мен өзімнен сұраймын ғой. Демек мен өз арманыма өзім қиянат жасаған екенмін, және сол арман мені іштей жеген екен. Мысал деймін да, немесе сен биші болуды қаладың. Бірақ ата-анаң не деді? Сен қызым не қыласың, сен биші болмай-ақ қой. Ода ақша жоқ. Үлкен адам үлкен өмірді сүріп жатқан екен, ол нені ойлайды? Ол ақшаны ойлайды. Ертең жейтін наны бола ма, тұратын үйі бола ма, баспанасы бола ма, және ақшасы тұрақты айлығы болады ма деген ой болады. Ал арман қандай болу керек? Сен сол арманыңды монетизировать етуің керек, былайша айтқанда. Арманыңа қиянат жасамай отырып, соған жетуге болады. Бірақ оған үлкен еңбек керек. Еңбек керек. Күнделікті сен сол өз арманыңа адалдығыңды көрсетуің керек. Суретші болсаң эскиз салуың керек, биші болсаң күнделікті тренировка, подтанцовка, бәрін қайталауың керек, дұрыс па? Ал егер хореограф болсаң, айнаның алдында тұрып аласың да күніне 5 сағаттан бір бидің өзін репетиция жасайсың. Рас қой? Оны білесіздер сіздер. Блогер болсаң күнделікті видео түсіруің керек. Сен бар құпия сода арманыңа қиянат жасамау деген 24 сағатыңның ішінен бір кемінде 15 минутын бөлші сен өз арманыңа. Сол кезде ол арман орындалатын сияқты да. Қалай ойлайсыздар?